Осы көрген күніміз осы міне енді. Алматының қасында тұрып, от жағып отырмыз енді. Мен өзімге 70-ге келсем, мен өмір от жағып келе жатырмын. Тауқыметі көп, ағаш жару, күл шығару. Күл шығарамыз. 40 жылдан асты. Бұл баллон 2-ақ күнге жетеді. Қаратөбе ауылын толықтай газдандыру ол 2025-26 жылдары толықтай жүзеге асырылу керек. Былтырда сөйтіп айтып кеткен, былтырда журналистер шақырған, бірақ обещанияны орындаған жоқ. Дамыған елімізде бірақ дамыған ештеңе көріп тұрған жоқпын. Мен мысалы балалар мектепте оқиды, ол балалар курткамен отырады. Суық. Сіз газ бойынша кетесіз ғой? Қазір тұраттыңыз мен. Енді кімге звондап жатсыз? Сіз ғой иесісі. Қанша тонна жағасыздар? 30. Қанша уақытқа жетеді ол? Енді 30 көктемге дейін қысып жеткіземіз солай. Салынады ол, біз аны ашып көрсеткен болады. Қымбатшылық не білеміз? Газ негізі бізде өте арзан. Қазір мынандай суықта халық жылусыз отыру қиын емес пе? Қатты суық емес қой? Мен қазір мына қыста газ өшеді ғой. Бұл жерде жаңағы көптеген факторлерге байланысты. Бір ауыл, бір адамдар, бір көше, бірақ екі түрлі жағдай. Олай дейтіміз, мұндағы тұрғындар ауылдың мына газ кіргізілген, ал екінші бөлігінде мүлде газ жоқ деп шағым айтып отыр. Оның себебін өздері де білмейді. Біз мән жайды анықтауға келдік. Мынау көшенің қақ ортасы. Бірінші кезіктіргеніміз ауылдың ақсақалы. Көгілдір отынның рахатын көрмей кетем бе деп ренжиді. Мен өзімге 70-ге келсем, мен өмір от жағып келе жатырмын. Осы газға жете алмай жатырмыз ғой енді. Тауқыметі көп, ағаш жару, күл шығару, таң атпастан жағу керек оның. Әрине ауыр бұның бәрі. Біздің ортада ғана көше. Газ жүргізілген, бұлағыра жүргізілмеген. Үйіңізде жылу бар ма, газ бар ма? Жоқ. От жағып отырсыз. Иә. Қалай, қиын емес па сізге? Күл шығарамыз. Қанша жыл болды от жағып жүргеніңізге? Ой, 40 жылдан асты. Енді қанша тонна көмір жағасыз бір жылда? 10 тонна. Ой, Бір қысқа. Газ қанша болып отыр? 22 ма, 23 па сондай. Ой, Санай беріңіз ары қарай. бүкіл пенсиядасыз ба? Иә. Пенсияңыздың бәрі көмір кетеді екен Иә. ғой? Қанша болып жатыр екен газ кіргізу? 400 қой деймін. 450 мың. Жарты миллион теңге болса да, өркениетті өмірдің дәмін көргісі келіп, газды асыға күтіп жүрген ақсақал мен апа жалғыз емес. Бізге осы жазда келіп, бізге айтып, үйлердің расстояниясы үлкен, алшақ. Сол себепті газды кіргізе алмаймыз деді. Акиматтың адамдары үйдің келіп көрді. Ар жақта еще не бар, Найман сай көшесі бар. Ол жаққа да біз газ кіргізе алмаймыз, үйдің расстояниясы үлкен деді. Көрейік, сізге от жағып отырсыз ба? Нетті ғой, газ кіргіземіз деді ғой. Біз газдың бәрін, пештің бәрін алып тастадық та, өзіміз андай қолда не жасадық. Газбен, баллонмен. Ол қауіпті емес па? Өте қауіпті, мысалы үйде балалар бар. Бізге бірақ нақты кіргіземіз дегеннен кейін біз оны алдық та, пештің бәрін алып тастадық қой. Содан кейін енді қыстың ортасында не істейміз, не газ жоқ. Сол қолда сөйтіп баллон жасап қойдық. Жергілікті биліктің жүйесіз жұмысы салдарынан ауылдың келіні Дидара басын қауіпке тігіп отыр. Тек өзін емес, бүкіл отбасының. Масқара, газбен жылытатын пешті қолдан жасап алса керек. Біз пештің бәрін сатып алдық, дайын отырдық, кіргіземіз дегеннен кейін. Ақшамыз да дайын. Ашып көрейінші, не бар мұнда? Өз амал жоқ, қолдан амалдап отырсыздар. Бұл баллон 2-ақ күнге жетеді. 2 күннен кейін бітіп қалады. Күйеуім жұмыста, балалар үйде тоңып отырады. Мен өзім де қорқам, бұның ішіне өзім кірмеймін, мүлдем кірмеймін. Осы сіз секілді қиыншылық көріп жатқан ауылда азаматтар өте көп дейді. Өте көп. Мына ауылына көшенің бәрі сондай ғой. Шынымен де бәрі сондай болып шықты. Осы көрген күніміз осы міне енді. Осылай күнде от жағамыз үш уақыт. Аяз міне даланың бәрі 40 градус. Күн суық. Алматының қасында тұрып, от жағып отырмыз енді. Не істейміз бала шағаны? Суықта қалтырып қоймаймыз ғой енді, газ жоқ. Күнде үш уақыт жағамыз енді таңертеңнен бастап. Бір қыста қанша от жағып, қанша көмір жағасыз тонна? 4-5 тонна жағамыз ғой. Енді біздің үй қатты үлкен емес, енді үлкен үйлерде одан да көп жағады. 4 балам бар. 4 балам. Иә. 4 балам бар. Сонымен үшін от постоянно жағып қалсақ болмайды. Мына мұржа бітеліп қалған кезде ана не тиіп істеп қала ма деп уайымдаймыз. Кешке жақын сағат 6-ның кезінде өшіріп тастаймыз кей кезде. Осы көшеге тартып береміз жақын арада деп айтып жатыр дейді. Білмеймін енді осы жылы келе ме, келмей ме. Бірақ қазіргі кезде біз ол кісілермен жаңағы жұмыс істейміз бірге. Осы мәселенің Қаратөбе ауылын толықтай газдандыру ол 2025-26 жылдары
толықтай жүзеге асырылу керек. Елтай ауылдық округіндегі жаңағы Қаратөбе ауылының газдандыру мәселесі иә 50%-ға газдандырылған. Өйткені ол жерде газ таратушы ұйым Алматы газ сервис холдинг болып келеді. Кезінде ақпаратқа сүйене кететін болсақ 80 миллионға жуық жаңағы инвестициялық шығын жұмсап елдің жаңағы тура елді мекеннің тура ортасына дейін газ құбырын тартқан болатын. Нақты білмеймін. Былтыр да сөйтіп айтып кеткен, былтыр да журналистер шақырғанбыз, бірақ обещанияны орындаған жоқ. Ол просто сөзбен қалды. Дамыған еліміз дейміз, бірақ дамыған ештеңе көріп тұрған жоқпын ғой. Мына қала Алматының шетінде тұрсақ та артта тұр ғой бұл ауыл. Көшелері жоқ, мысалы, светі жоқ. Көше мынаның өзін бірде жағады, бірде жақпайды. Кісі келетін кезде, комиссия келетін кезде жағады, ол басқа жақпайды. Мысалы, көшелердің өзін таппайсың ғой. Ешкімді көріп жүрген жоқ, жасыратын. Жылусыз үйден сән, мектептен мән кетті дейді тұрғындар. Дірдектеген оқушылар сабақ оқудан көрі тезірек үйге қайтуды ойланатынынан налиды. Мектеп қазір немен отыр, қалай жылынады? Пеш. Оның ішінде суық. Мен мысалы балалар мектепте оқиды, балалар курткамен отырады мектепте. Суық. Қызым айтады, біз курткамен отырамыз. Біз естідік, мектепте суық дейді, балалар курткамен отыратын рас па? Иногда енді. Соляркамен отапливать етеді. Сіз газ бойынша кеттіңіз ғой. Мектеп соляркамен қазір тұраттыңыз мен. Енді кімге звондап жатсыз? Сіз ғой иесі, мектептің директоры. Иә, түсінікті әрине. Білім ордасы басшысының басшысы бар. Рұқсат сұрауға кетсе керек. Біз де арнайы келген соң күттік. Бізге шағым айтқан ата-аналардың біраз бөлігі осыған дейін қатты аяз кезде мектептегі оқушылар мынандай курткамен жүреді деп айтқан болатын. Енді сыныптарында қалай отыратынын білмеймін, соны көз жеткізу үшін қазір бірге барып кіріп көрсек деп едік. Әзірге рұқсат берген жоқ, осында күтіп тұрмыз. Телефонмен ұзақ сөйлескен мектеп директоры араға біраз уақыт салып, инструктаж бойынша ғана жауап берген жоқ. Қоңырауда сыныптарды да түсіруге рұқсат берді. Осыны дайындап қойдыңыздар ма? Дайындаған жоқпын, біз постоянно осылай отырады, ешқандай суық емес кабинет. Саламатсыздар. Кешірім сұраймыз. Сабақ басталды, енді сабаққа кедергі болмайтын шығар. Мектеп қанша жыл болды мұнда? Жөндеу көрмегелі. Текущий ремонттар болып тұрады биылға. Мыналардан бала құласа мысалы? Жоқ, ол жасалынады, ол біз аны ашып көрсеткенбіз ғой капремонтқа. Соляркамен жылайды мектеп. Мектебімізде қазіргі таңда 321 оқушы оқиды. Кеше келіп құйды, бізде ай сайын өлшеп, дер уақытында жеткізіп отырады солярканы. Біз ішіндегі қауіпсіздікті көрейік деп едік, бізбен бірге барып көрсетсеңіз. Қалай болып жатыр? Қанша жұмыспен жағалады сол бойынша? Бізбен жүре аласыз ба, көрсете аласыз ба? Жоқ, мен ол жағын көрсете алмаймын. Қысылып тұрған мектеп директоры ғана емес, бізбен тілдескен категор да қысылды. Ашылған қазандықтың есігімен бірге біраз шындықтың беті де ашылды. Қанша тонна жағасыздар? 30. Қанша уақыт қажет бұл? Енді 30 көктемге дейін қысып жеткіземіз солай. Қысып, бұлай категор ағай солярканы көктемге дейін жеткізсе, ар жағында мектепке газ да келіп қалады екен. Жауапты ведомствоның бізге берген жоспары мен жауабы осыны меңзейді. Қаратөбе ауылындағы 320 орындық мектеп бар. Ол мектеп бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірленіп, мемлекеттік сараптамадан өтті. Бүгінгі күнгі статусы ол конкурс жарияланып, жаңағы мердігер жеңімпаз анықталған. Мектепті газдандыру жұмысының аяқталуы осы жылдың 1 сәуіріне дейін бекітілген келісімшарт бойынша. Келісімшарт бойынша подрядчиктердің қызметін подряд күтіп тұрған елді мекен тек бұл емес. Біз газ бен жылу мәселесін түгендеп жүргенде Қарасай ауданына қарасты Жамбыл ауылында да апатты жағдай болды. Тұтас ауылға жылу тасымалдайтын мынау газ құбырына жеңіл көлік соғылып, талқандап кеткен екен. Өткен жылы да дәл осы газ құбырына жанармай тасымалдап келе жатқан автоцистерна құлап, бұдан да ауыр апат болған. Жанармай лапылдап, сағаттап жанған еді. Жол апаты биыл тағы қайталанды. Ауыл түгел тағы газсыз қалды. Жол апаты болды. Екі машина жаңағы соқтығысты. Соның салдарынан газ трубасы құбыры қиралды. Қалпына келтіру жұмыстарын реттеп, қазір газ беріп жатыр. Қазір мынандай суықта қалып жұмыссыз отырған қиын емес пе? Енді мүмкіндік болғанша қатты суық емес қой. 3000-ға жуық абонент, иә. Қазір таңда газсыз авария болған. Аварияның дәл осы жерде бола беретініне әкімдік кінәлі дейді тұрғындар. Бұста жол қардан тазартылмайтын көрінеді. Мұндағы тұрғындар 4-5 сағат бойы жылусыз отырғандарын айтады. Мынандай қаңтардың қақаған
қыс ортасында газ пештерінің өзі істен шығу мүмкін екенін айтып отыр. Қазір қалпына келтіріп тұрғындарға жылуды береміз деп уәде етті. Ар жағын енді халықтың өзінен естіп көрейік. Газ қосты ма аға үйге? Газ қосады. Жаңа біз түсіріп келе жатқанбыз ғой бар. Нәрсе? Ау. Мына жерде уже жасап болдық. Из-за ну, конечно, людей жалко. Жалко, конечно. Охота, конечно, в теплоте сидеть. Если тепла нету, и уюта нету. Газ мәселесін түсіріп жүрдік. Айтарыңыз бар ма? Газ мәселесін түсіріп жүрміз. Ой, айтар көп қой. Айтсаңызшы енді. Газ Қыста болса труба, газ деген өшіп тұрады вообще. Жоқ. Мен қазір мына қыста газ өшеді ғой. Газ өшкеннен кейін үй суық. Бала-шаға бар үйде, кішкентай балалар бар. Мыңбаев ауылында тұрамыз. Новостройкада. Газ мәселесі сол магистралы тартылмады. Акиматқа барып айттық. Пока ешқандай қолға алынбай жатыр. Ну, тарифы газа мне не устраивает. Да, 27 тысяч у меня вышло. Где-то 12-13 мың төлеймін айына. Қымбатшылық немене күн сайын асып жатыр. Қымбатшылық қолдан жасалған жоқ. Энергетика министрлігінің әуелде бекіткен тарифтері осындай. Алматы облысы бойынша ең ірі газ сатушы холдинг Алматы газ сервис басшылығы берген жауап осыған саяр. Газ негізі бізде өте арзан. Жай жеке тұлғаларға 35-71 теңге СНДС. Яғни коммерческий объектілерге, коммерческий магазины бар, сондайларға қазір мен сіздерге толық нені берем приказда. 51-18 теңге. Халық әлі өзінің, бұл негізі жеке өзінің безопасность дейді ғой, ол өзінің жеке үйі, менің үйім емес, сіздің үйіңіз емес, өзінің отбасы тұратын. Бірақ бүгінгі таңға дейін, әлі күнге дейін өзінің жауапкершілігін нетпейді, көтермейді. То есть біреуінде вытяжканы жауып тастайды, немесе самовольно точкаларын қозғалтады, пештерін ауыстырады, газ плиталарын ауыстырады. Оның барлығын мамандар істеу керек. 2025 жылғы инвест-программада біз полностью полиэтиленовый трубамен жасаймыз жер асты. Вот сондай шаралар біз қолданамыз. Алматы облысы, Қарасай ауданы, Іле ауданы, Жамбыл ауданы және Алатау, Алматы қаласындағы Алатау ауданының бір шағын микрорайонын алып отырмыз. Сол жерлерге газ қамтамасыз етеміз. Бұл облыстың басым бөлігі 20 жылдан бері тірлігіміз тұрақты дейді компания басшысы. Өңірде газ тасымалдау қызметін жүзеге асырып отырған компания жалғыз емес. 15 шақты компания, оның ішінде ең үлкені облыс бойынша бұл Қазақгаз аймақ компаниясы, одан кейін Алматы газ сервис холдинг, одан кейін Тәуекел газ құбыры, Жетісу газ құбыры дейміз, Тәуекел Алқабас, Сигма компаниясы, газовый сети Капчагайский регионы, және де тағы басқа компаниялар. Біз Алматы облысының әкімдігі жаңағы айтып өткен ең ірі газ таратушы ұйымдармен меморандум отырған болатын 2022 жылы қателеспесем. Сол кезде жаңағы газ таратушы ұйымдар газ беретін елді мекендерде газдың жаңағы үйге тарту бағасы 350 мың теңгеден жоғары болмау керек деп. Десе де, сөзіне берік болмай отырғандар да жоқ емес. Кейбір елді мекенде газды жеке секторға тарту құны миллионға дейін барады дейді тұрғындар. Сөйте тұра, қызметтің сапасы құнына сай болмай тұрса керек. Халықтан туындайтын жаңағы сұрақтар, жаңағы наразылықтар ол сапаға емес, ол жаңағы газдың қысымына байланысты болып келеді кейбір елді мекендерде. Оның себебін түсіндіре кететін болсақ, бұл жерде жаңағы көптеген факторлерге байланысты. Ол жаңағы дер кезінде жаңағы газдың қысымын реттейтін шкафтардың жаңағы сервиске өтпеуі, или жаңағы салынған құбырлардың жаңағы диаметрлерінің нормаларға сәйкес келмеуі деген сияқты көптеген факторларға байланысты келеді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық департаментінің басшылығының берген есебінен бұл жолда түйгеніміз бастысы ниет пен жоспар, тіпті қаражат та бар. Болсақ, 2024 жылы 11 миллиард ақша бөлінді. 2025 жылы 12 елді мекенді газдандыру біздің жоспарымызда. Жамбыл ауданы бойынша Шилібастау ауылы, Таңбалтас, Арқарлы. Балқаш ауданы бойынша Балқаштың жаңа микрорайондары және Ақжар ауылдары.
Алматы облысының 373 елді мекенінің, оның ішінде айта кететін болсақ, 2 облыстық маңызы бар қала, Қонаев пен Алатау қалалары, және 3 аудандық маңызы бар қалалар, ол Есік, Талғар, Каскелең ауылдары, және осы 373 елді мекеннің 284-і газдандыруға жатады. Бұл пайыздай айтатын болсақ, елді мекендер санына қатысты 56% құрайды. Ал енді халық санына шығатын болсақ, бұл 77% шығады. Өйткені 1 миллион 200 адам көгілдір газға қол жеткізіп отыр. Газдың сапасы барлық жерде стандартты. Қорыта айтқанда, газдың сапасы ғана емес, ведомство өкілінің жауабы да как бы стандартты. Бір қарағанда жұмыс жүріп жатқан секілді. Қаржы қарастырылған, тарифтер реттелген, бірақ өңір халқы неге мазасыз? Жауабы белгілі. Бұл жолда халыққа керегі жүйелі жұмыспен, қоғаммен байланыс. Бұл тұста президент үкіметтің кеңейтілген отырысында бұл мәселені қадап-қадап айтқан болатын. Расында әкімдер мектепте қайта оқуы тиіс. Ол үшін ең алдымен азаматтармен ұдайы байланыста болу керек. Онсыз болмай. Сондықтан халықтан келіп түсетін өтініштерге айрықша назар аудару қажет. Былтырдың өзінде президент әкімшілігіне 50 мыңнан астам өтініш келіп түскен. Ал еліміздегі барлық мемлекеттік органдарға шамамен 4 миллион өтініш жолданған. Бұл көрсеткіш жылдан жылға көбеюде. Бұл массагет мәселе бағдарламасы еліміздегі елеулі өзекті мәселені қаузайтын арнайы жоба. Көкейіңізде жүрген көкей тестіңіз болса, төменде көрсетілген нөмірге хабарласуға болады. Арнамызға жазылуды да ұмытпаңыздар. Мәселе бар жерден массагетте табылады.